Один дома. Кевин және оның отбасы жаңа жыл қарсаңында және жаңа жыл өткеннен кейін әлемдегі әрбір үйдің ең сүйікті қонақтары. Один дома деп аталатын оқиға туралы білмегеніңіздің бәрін алдағы минуттарда айтып беремін. Менің есімім Мальшер, ал бұл кино әңгіме. Ал біз бастаймыз. Бұл бейнеде біз әрине барлығының сүйікті Макалей Калкин ойнаған алғашқы екі фильмі туралы айтатын боламыз. Один дома фильмінің бірінші бөлімі 34 жыл бұрын шыққан. Фильмнің идеясы сценарий және продюсер Джон Хьюзге Бак ағайдың түсірілімінде келді. Ол өзінің сценарий бойынша қойған комедияда Калкин өте ақылды және тапқыр баланы ойнады. Ол көріністердің бірінде күтуші болып көрінетін отбасылық досын мұқият сұрайды. Дәл осы көрініс Хьюзді Один дома фильмін жасауға шабыттандырды. Фильмде Кевин дымқыл қарақшылардың бірін ауызша қорқытатын ұқсас эпизод болды. Сонымен қатар сол фильмдегі Джон Кенди ағай Один дома фильмінде пайда болды. Хьюз сюжетін негізін отбасымен Францияға демалуға бара жатқанда ойлап тапты. Көп балалы отбасындағы үлкендер дайындық кезінде бейберекет болған кезде үйдегі балалардың біреуін ұмытып кетуге болады деген ой болды. Бірақ әрине бұған сену қиын. Сондықтан сюжетті ойлап табу керек болды. Джон Хьюз осы киноны аналар көріп, отбасы балаларын біреуін ұмытып алатынына ешқашан сенбейді деп алаңдады. Сондықтан Хьюз егер балалар көп болса, бірнеше көлік болса және үлкендер есептесіп қалса, сондай-ақ бәрі ұйықтап қалса және асығып аэропортқа жүгірсе, онда негізінен бұл нұсқа көрермендерге соншалықты түсініксіз болып көрінбейді деп шешті. Джон Хьюз шын мәнінде бұл оқиғаны өзі жасағанына қарамастан, шын мәнінде ол бұл оқиғаны шынымен бағаламады және оған режиссер ретінде уақыт бөлуді жоспарламады. Сондықтан ол тіпті онша емес адамға директор креслосын ұсынуға дайын болды. Тәжірибелі Крис Коламбус бұл рөлге өте жақсы сәйкес келді. Ол кейінірек осындай киноларды түсірді. 2 жылдық адам, фантастикалық төрттік мұражайдағы түн, Гарри Поттердің 2 бөлігі және Коламбусты ол кезде шынымен аз адамдар білетін. Айтпақшы, Коламбустың бір қатар сәтсіздіктерден кейінгі мансабы күмән тудырды және Джон Хьюз оның мансабын сақтап қалды деп айтуға болады. Режиссер Крис Коламбустың бала кезіндегі ең үлкен қорқынышы қарақшылар болатын. Оның бұл фильмді түсіргісі келетінде осыған байланысты. Сценарий бастапқыда Калкин үшін арнайы жазылғанына қарамастан, режиссер Крис Коламбус кем дегенде тағы 100 балаға тыңдау ұйымдастырды. Сондықтан Крис бұл рөлге жақсы актер таба алмайтынына сенімді болды. Макалейдің әкесі Кристофер Калкин түсірілім алдында кенже ұлы Кираның фильмге қатысуын қамтамасыз етті. Ол екі ағайынның қатты сүйіспеншілігі туралы әсерлі оқиғаны ойлап тапты. Продюсер Киранға Фуллердің немере ағасын ролін беруден басқа амалы болмады. Естеріңізде болса, Кевин төсек суланғанын айтып, бір төсекте ұйықтағысы келмейтінін айтқан болатын. Айтпақшы, бір қызығы 90-шы жылдардың ортасынан кейін Кираның мансабы әлі де Макалейден әлде қайда жақсырақ. Бірақ ол кезде бұл туралы кім ойлаған? Көбісі біле бермейді, бірақ Макалейдің әкесі әрқашан өте қиын адам болған. Және жас Калкиннің әкесі ғана емес, сонымен қатар менеджері болғандықтан Кристофер режиссер Крис Коламбустың барлық қанын ішкен. Онымен бірден келіссөздер жүргізу қиын болған. Сондықтан Гарри Поттерді 10 жылдан астам уақыт түсіргеннен кейін Коламбус тек балаларға ғана емес, олардың ата-аналарына да кастинг өткізеді. Кевиннің ерте балалық шағының туу тарихы белгісіз, бірақ фильмдегі оқиғаларға және бірінші фильмде айтылған жасына қарай, Кевин МакКаллистер 1982 жылы Иллиной штатындағы американдық ауылда дүниеге келген деп болжауға болады. Бірақ толық туған күні ешқашан айтылмаған. Түсірілім Иллиной штатының Чикаго қаласына жақын жерде өтті. Көптеген адамдар ауылда осындай керемет сәнді үй қай жерде бар деп ойлайды. Шын мәнінде үй осы ауылдың бай аймағында орналасқан. Негізгі түсірілім орны ретінде Чикагодан 25 шақырым жердегі Уинеткадағы шатыры бар шынайы өмірдегі сәнді 2 қабатты үй таңдалды. Үй қазір туристік тартымдылыққа айналды. Бүкіл дерлік фильм Чикагода түсірілген, ал Париж әуежайы ретінде көрсетілген әуежай шын мәнінде Чикагодағы О'Хара халықаралық әуежайы. Іс жүзінде сәнді бизнес-класс орындықтары жергілікті мектептің баскетбол алаңында жасалған. Ал мектептің бассейні Кевин үйінің су басқан жертөлесінен кетіп бара жатқан көрініске бейімделген. Айтпақшы, түсірілген соңғы көрініс Кевиннің су басқан жертөледен жүгіріп өткені болды. Ал бірінші түсірілген көрініс Кевин тіс щеткасын сатып алған көрінісі болды. Полиция бөлімшесінің декорациясы сол мектепте орнатылған. Кевин қарт Марлимен кездескен шіркеуі сыртқы жағынан Иллинойстағы Грейс Эпископал шіркеуі және шіркеудің ішкі көрінісі Эванстондағы Heaven Middle орта мектебінде түсірілген. Теперь он просто выжидает, чтобы ударить опять. Қарт Марли кейіпкері бастапқыда сценарийде болмаған. Ол фильмге сентименталдықты беру үшін кейінірек қосылған. Басқа жобалардағы түсірілім кестесінің тығыздығына байланысты Джон Кенди Один дома киносында бір күн ғана түсірілді.
Онымен бірге барлық эпизодтар 23 сағат үздіксіз түсірілімде түсірілді. Ол кезде актер толқында болды және оның кестесіне ілесу үшін ұйқысыз іс жүзінде оған жұмыс істеуге тура келді. Және оның жерлеуде ұмытылған ұлы туралы әңгімесі толық импровизация болды. Бірақ менің ойымша бұл қазірдің өзінде байқалады. Эти дети такие, они выносливые. Может, не надо об этом? Макалей Калкиннің бірінші бөлімдегі гонорары небәрі $100 000 құрады. Бірақ кейін әділдік орнады деп айту керек. Сиквелдегі түсірілім үшін жас актер бір дерек бойынша 5, ал басқалар бойынша $8 миллион алды. Қалай болғанда да осы уақытқа дейін бірде-бір бала сонша ақша таппаған. Шынымен де Бай Ричи. Кевиннің 2 әпкесі мен 2 ағасы болғаны белгілі. Бұл отбасы біреуге үлкен болып көрінеді. Сіз таң қаласыз, бірақ шын өмірде Макалей Калкиннің 2 әпкесі мен 4 ағасы болды. Өкінішке орай Дакота апалы-сіңлілерінің бірі 2008 жылы қайтыс болды. Гарри рөлі бастапқыда Роберт Де Нироға ұсынылды, бірақ ол ұсыныстан бас тартты. Айтпақшы, комедияншы Джон Лавице бұл рөлден де бас тартты. Кевиннің әкесін осында кино жұлдыздары ойнау мүмкін еді. Харрисон Форд, Том Хэнкс, Мел Гибсон, Сильвестр Сталлоне, Джон Траволта және Джек Николсон. Ал ананың рөліне осындай жұлдыздар қарастырылды. Джоди Фостер, Джейми Ли Кертис, Сигурни Увер, Мишель Пфайфер және Шерон Стоун. Айтпақшы, ақырында әке рөлін алған Джон Хёрд фильмнің сәтсіздікке ұшырайтынына толық сенімді болды. Жетістікке жеткеннен кейін актер Хьюз Коламбустан бұл пікір үшін бірнеше рет кешірім сұрады. Бастапқыда фильмде отбасы Францияда болған көріністер көп болған. Бірақ сынақ көрсетілімдері кезінде фокус групптағы көрермендер Кевинге тез оралысы келді. Один дома франшизасында ұры рөлін сомдаған Джо Пеши үнемі боқтайтын. Түсірілім күндерінің бірінде актер кішкентай Макалей Калкиннің алдында тағы бір рет боқтады. Режиссер Крис Коламбус Пешиді бір жаққа алып, дөрекі түрде оның тілін қадағалауды сұрады. Тым болмағанда балағат сөздерді дауыссыз дыбыстармен алмастыруға кеңес берді. Өйткені оның жанында көптеген көріністерде түсірілім алаңында әлі кішкентай бала болды. Айтпақшы, Джо Пеши кішкентай Макалей кадрдағы шынайы реализм үшін, одан шынайы қорқу үшін ол камералар қосылып тұрғанда ғана баламен кездесуге тырысқан. Басқа жағдайларда ол одан аулақ жүрген. Бұл шынымен де іске асты. Айтпақшы, бір күн ол мұны шынымен асыра орындады. Бұл қарақшылар Кевинді ілмекке іліп қойған көріністі түсіру кезінде болды. Содан кейін Джо Калкиннің саусағын тым қатты тістеп алды. Естеріңізде ме, бөтен нәрселерді ақтарып, Кевиннің орнына санаған бір түрлі көрші баланы. Бұл жігіттің есімі Джеффри Уайзман. Және айтпақшы, ол бастапқыда Кевин рөліне сыналған. Және де Макалей мен Джеффри арасындағы бәсекелестік бітпеген. Бірнеше жылдан кейін екеуі де Бай Ричи фильмдегі басты рөлге кастингтен өтті. Одан Калкин тағы да жеңіске жетті. Кевин бетін ұстап айқалған сүйретті фильмнің басты постері Эдвард Мунктың айқайы картинасына негізделген. Кевин базын тарпасынан тапқан дәл сол фотода оның қызы бейнелеген деп айтылады. Бірақ шын мәнінде бұл фотода қыз болып киінген ұл бала. Режиссер Крис Коламбус қызды осылай мазақ ету тым қатыгездік деп шешті. Айтпақшы, бұл суретте режиссер Крис Коламбустың ұлы. Кевин қарап отырған Playboy журналының беттері желімделінген. Макалей Калкин ұятсыз суреттерді көрмеу үшін беттері арнайы желімделінген. Кевин жасаған қарақшылармен шайқас жоспарын Макалей Калкин оны өзі салған. 9 жасар Макалей Калкин түсірілімде шаршаған кезде ол жай ғана жерге немесе еденге жатып, түсірілім арасында ұйықтайтын. Кевин үйде жалғыз болса да, біз басты кейіпкерін оның жеке бөлмесінде ешқашан көрмейміз. Рождестволық рухты көтеру үшін фильмнің түс схемасының негізі ретінде қызыл және жасыл түстер таңдалды. Назар аударыңыз, олар фильмдегі барлық дерлік көріністерде бар. Терезеден кіруге тырысқанда Марк басқан шыны рождестволық әшекейлер шын мәнінде кәмпиттен жасалған. Сонымен бірге Дэниел Стерн актері жалаң аяқ жүруге мәжбүр болған көріністерде тәуекелге бармау үшін аяғына арнайы резеңке жастықшыларды киіп алған. Фильм кезінде Гарри мен Марвин алған жарақаттар шын мәнінде өлімге әкелетін еді. Дәрігерлер мұны 2012 жылы ғана растады. 90 жылдардағы көптеген көрермендер дәл сол «Жандары лас періштелер» фильмін бекер іздеді. Өйткені бұл үзінді «Один дома» фильм үшін арнайы түсірілген. «Жандары лас періштелер» деген кино жоқ. Крис Коламбус бұл антикварлық көріністерді түсіру өте қиын болғанын айтты. Бұрын адамдар әртүрлі болып көрінетін. Олар 40 жылдардан шыққандай көрінетін актерлерді іздеуге мәжбүр болды. Бақытымызға орай бәрі сәтті өтті. Джо Пеши түсірілімде оның кейіпкерінің үйленбегенін үнемі ұмытып кететін. Сондықтан оның саусағында неке сақинасын жиі көруге болады.
Джо Пеши мен Дэниел Стерн фильмнің басқа актерлері сияқты фильмнің болашағына өте күмәнмен қарады. Сондықтан олар түсірілім алаңында үнемі ойнап әзілдейтін. Бұл күлкілі, бірақ дәл осындай әрекет көрермендерге ұнады. Көрмекшімен болған дәл сол сахнада актер Дэниел Стерннің бетінде нағыз тарантул отырды. Актер қорқынышты мүлде үнсіз түрін көрсету керек еді. Өйткені егер сіз тарантулды қорқытсаңыз, оның салдары қорқынышты болуы мүмкін. Бақытымызға орай бәрі ойдағыдай өтті және бір дубльмен түсірілді. Дыбыс сіз түсінгеніңіздей кейінірек жазылған. 30 жылдан кейін де көрермендерді күлкіге бөлейтін тұзақпен көріністер түсірілім кезінде сахна алаңында ешкімге соншалықты күлкілі болып көрінбеді. Бұл туралы директор былай деді: дублердердің осы немесе басқа трюк жасаған сайын бұл күлкілі емес еді. Біз оларды бақылап отырдық, мен олардың тірі қалуын сұрадым. Түсірілім кезінде бірақ қазір танымал көрініс деп танылады. Кевин бетке әкесінің лосьонын жағып, содан кейін бүкіл ауданға қатты айқалаған таңғажайып көрініс. Калкин алақанын бетінде қалдырып импровизация жасады. Дегенмен сценарийде мүлдем басқаша жазылған. Крис Коламбус былай деп түсіндірді: ол өте қызықты бала, солай ешкім жасамас еді. Айтпақшы, осы фраза Вы сдаетесь или еще поиграем? Бұл да импровизация болды. Дэниел Стерн сонымен қатар мына фразаны импровизациялаған. Какого черта ты стал курицей? Фильмді жасаушылар басынан бастап Дэниел Стерннің қарақшыларының бірі ретінде жобаға алғысы келді. Бірақ олар төмен бюджетпен бұған қол жеткізе алмады. Олар рөлге жалдаған бірінші актердің Джо Пешимен ешқандай химиясы болмады. Сондықтан студия беріліп Стернге жақсы төледі. Егер сіз әлі де ата-анасы ұлының әуежайда жоқтығын қалай байқамағанын түсінбесеңіз, Кевинді шатырға жіберген көріністі қайта қараңыз. Үстел үстіндегі газдалған суды сүртіп жатқанда әкесі абайсызда ұлының билетін дымқылмайлықпен бірге қоқыс жәшігіне лақтырып жіберген. Бұл фильмде режиссердің отбасы мүшелерінде көруге болады. Оның әйелі Моника Кейтке үй телефондары жауап бермей жатқанын айтатын стюардессаны ойнайды. Қайын ата полицейдің рөлін сомдады. Ал қайын енесі кішкентай қызы Элеонорамен Парижге ұшатын ұшақта бірінші класста отыр. Макалей Калкиннің дублері каскадер 30 жастағы өте аласа бойлы жігіт еді. Один дома фильмін жасаушыларға өз үйін ұсынған отбасы фильмді түсіру кезінде сол жерде болып, түсірілім кезінде сахнаның артында болған. Түсірілім үйдің айналасында да оның ішінде де өтті. Үйдің интерьерінің бір бөлігі павильонда қайта жасалды. Осылайша трюк көріністерін түсіру ыңғайлы болды. Кестеден тыс көптеген қосымша көріністерді түсіру кезінде кешкі сағат 5:30-нан таңғы 6-ға дейін жүргізілді. Айтпақшы, кішкентай Макалей Калкин балалар еңбегі туралы заңға сәйкес кешкі сағат 10-да үйіне қайтарылу керек еді. Ағаш үй артқы аулада фильм үшін арнайы салынған және түсірілімнен кейін бірден алынып тасталған. Авторлардың идеясына сәйкес, Кевинді жертөледегі тірі пеш үйдің айналасына қуып жіберетін қорқынышты түс көру керек еді. Ақшаны үнемдеу үшін бұл идеядан бас тартуға тура келді. Айтпақшы, бұл көріністе компьютерлік графика болған жоқ. Бұл пешті екі адам лескамен және фонарь арқылы басқарған. Үйдің ішіне мұқият қарасаңыз, түсірілім уақытын еш нәрсеге бөлейтін ештеңе жоқ. Режиссер дәл осыны көздеген. Ол үйдің ескірмейтін болғанын қалады. Бірде ол түсірілім тобына фильм 20 жылдан кейін теледидардан көрсетілсе де, фильм кеше түсірілгендей сергек көріну керек деп айтты. Ол бұл туралы қаншалықты дұрыс айтты. Осы жылдар ішінде, нақтырақ айтсақ, 30 жылдың ішінде үй жай ғана жаңартылған жоқ, тіпті адам танымастай өзгерді. Сіз оны тек орналасу бойынша тез танисыз. Ол күрделі өзгерістерге ұшырады және осы үйдің қай нұсқасы сізге көбірек ұнайды? 90-шы жылдағы немесе 2020-шы? Бұл фильмде балуыздан және пластиктан жасалған қар. Түсірілім аяқталғаннан кейін ақш-та Чикагодағы лирикалық опера деп аталатын ең үлкен опера театрларының біріне берілді. Содан бері ол көптеген опералық қойылымдарда қолданылды. Кевин баспалдақтан төмен сырғанау үшін пайдаланған шананы директор Крис Коламбус кеңсесіне алып кетті. Айтпақшы, бұл шанада бүкіл актерлер өз қолтаңбаларын қалдырды. Макалей Калкин мен оның анасын сомдаған Кэтрин О'Хара түсірілім алаңында керемет жақын қарым-қатынас орнатты. Актриса 2014 жылы берген сұхбатында Калкин осы күнге дейін оны ана деп атайтынын айтты. 90 жылдағы әлемдегі ең көп табыс әкелген призрак фильмі болғанына қарамастан, Один дома фильмі бұл 90 жылдағы ел ішіндегі ең көп табыс әкелген фильмі. Мен әрине ақш туралы айтып тұрмын. Бірінші фильмнің бюджеті небәрі $18 миллион құрады, ал әлемдік кассалар $500 миллиардқа жетті. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді сұраймын.